Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын үйде пісірілетін нанның рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, сүт, 2 жұмыртқа, тұз, қант, майонез және ашытқы. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып аламыз. Оған 2 дана жұмыртқа саламыз. Үш ас қасық қант саламыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Бір ас қасық майонез немесе қаймақ болса да болады. Және 3 ас қасық ашытқы саламыз. Бір стақан сүтімізді құйып, жылы су құйып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Жақсылап араластыру керек. Дайын қамырымыздың бетін салафанмен немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды нан пісіретін формамызға әдемілеп салатын боламыз. Қолымызға жабыспас үшін сәл майлап алсақ болады. Осылай ыдысымызға салып, бетін жайлап басып шығамыз тегістеп. Осы қамырымыздың бетін жауып, 5 минутқа қойып, сосын духовкада пісіріп аламыз. Мінекей, менің нандарым пісті. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Ыстық күйінде жеп қоюға болады. Видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай видеолармен бөлісетін боламын.